Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде 4 сыныптың математикасы 150 сабақ. Құрама есептер. Сен есептеуге талдау жасап шығаратын боласың. Бірінші тапсырма. Есепті шығар. Ғарыш кемесінде ғарышкерлердің жұмыс істеу жағдайы ерекше. Онда салмақсыздық орын алады. Оларға осындай жағдайға өздерін бейімдеуге тура келеді. Мысалы, тағам арнайы сықпаларда болуы тиіс. Жерде оларға арнап тағам салынған қораптар дайындайды. Тағамдарды алдын ала өлшейді. Есепті шешудің арифметикалық және алгебралық тәсілдерін ұсын. А нұсқасында таразының бір табақшасында 1 килограмм кіртас пен қауын тұр, ал екіншісінде 3 килограмм және 2 килограммдық кіртастар тұр. Қауынның массасын тап деп берілген екен. Олай болса, ең алдымен біз арифметикалық амалмен есептеп көреміз. Бірінші тәсілде 2 килограммға 3 килограммды қоссақ 5 килограмм. Екінші тәсілінде осы 5 килограммнан 1 килограммды азайтып тастаймыз. Сонда 4 килограммға тең болады екен. Ал алгебралық тәсіліне жүгінетін болсақ, x қосу 1 тең 2 қосу 3 деп алып, x қосу 1 тең болады 5-ке. Енді x-ті табу үшін 5-тен 1-ді азайтатын болсақ, x тең болады 4 килограммға. Жауабы қауынның массасы 4 килограммға тең. Ә нұсқасы. Таразының бір табақшасында 500 граммдық 3 кіртас және 1 тілім ірімшік қойылған. Екінші табақшасында 3 килограммдық кіртас тұр. Ірімшік тілімінің массасын тап деген. Олай болса, ең алдымен арифметикалық амалмен есептейміз. 500-ді 3-ке көбейтсек 1500 грамм. Яғни 3000-нан азайтамыз 1500-ді, сонда 1500 грамм шығады. Бұл жердегі 3 килограмм дегеніміз 3000 граммға тең болады екен. Ал 1500 грамм дегеніміз 1 килограмм және 500 граммға тең болады. Енді алгебралық амалмен шығарып көрсек, 500-ді 3-ке көбейтеміз, оған қосамыз x-ті тең болады 3000-ға. 1500-ге қосамыз x-ті тең болады 3000-ға. X-ті табу үшін 3000-нан 1500-ді аламыз, сонда x тең болады екен 1500 граммға. Жауабы ірімшік тілімінің массасы 1 килограмм 500 граммға тең екен. Екінші тапсырманың А нұсқасы. Есепті әртүрлі тәсілмен шығар. Топтық жарыста әр спортшы 12 рет отырып тұруды 3 рет қайталау керек. Топта 5 спортшы бар. Олардың әр қайсысы осындай 4 жаттығу жасайды. Барлық топ мүшесі неше отырып тұруды жаттығуын жасайды деп берілген. Олай болса, бұл жерде 5-ті 4-ке көбейтеміз, сонда 20. 20-ны 3-ке көбейтеміз және оны 12-ге көбейтетін болсақ, сонда 720 шығады. Жауабы барлық топ мүшесі 720 рет отырып тұру жаттығуын жасайды. Екінші тапсырманың Ә нұсқасы. Дәл осылай шығарылатын есеп ойлап тап. Шешуі деп алып 3-ті 4-ке көбейтеміз, сонда 12. 12-ні 10-ға көбейтсек 120. Жауабы барлығы 120 есеп шығаруы қажет. Үшінші тапсырма. Әр есепке сәйкес келетін сызба мен теңдеуді тап. А нұсқасы. Қала мен ғарышкерлер дайындау орталығының арасы 330 километр. Курсант қаладан орталыққа бару үшін алдымен 75 километр сағат жылдамдықпен жүретін автобусқа отырды. Қалған 30 километр жолды ол жол жөнекей кездескен мәшинемен жүріп өтті. Курсант автобуспен қанша сағат жүрді? Бұл жерде ең алдымен теңдеу құрып аламыз, яғни x деп автобуспен жүрген уақытты алдық. Сонда 75 көбейту x қосу 30 тең болады 330-ға. 75-ті x-қа көбейтіп 330-дан 30-ды азайтамыз, сонда 75 көбейту x тең болады 300-ге. Енді x-ті табу үшін 300-ді 75-ке бөлеміз, сонда x тең болады 4 сағатқа. Жауабы курсант автобуспен 4 сағат жүрді. Ә нұсқасы бойынша қала мен ғарышкерлер дайындау орталығының арасы 330 километр. Курсант қаладан орталыққа бару үшін 75 км сағат жылдамдықпен жүретін автобуспен 4 сағат жүрді. Қалған жолды ол жол жөнекей кездескен мәшинемен жүріп өтті. Студент қанша жолды мәшинемен жүрді деп берілген. Олай болса, 75-ті 4-ке көбейтіп, оған x-ті қосатын болсақ, 330-ға тең. 300 қосу x деп алдық, өйткені 75-ті 4-ке көбейтсек 300-ге тең болады. 300 қосу x тең болады 330-ға. Енді x-ті табу үшін 330-дан 300-ді азайтамыз, сонда x тең болады 30 километрге. Жауабы: 30 километр жолды мәшинемен жүріп өткен.
Төртінші тапсырма. Есепті теңдеу құрып шығарып. Ғарышкерлерге тағам әзірлейтін ас үйге 150 кг көкөніс әкелінді. Оның бір бөлігі тең бөлініп 8 жәшікке салынды. Егер әлі 70 кг көкөніс қалған болса, әр жәшікте қанша килограмм көкөніс бар деп берілген. Шешуі деп алып, x-ті бір жәшіктегі көкөніс деп алдық. 150 азайту 8 көбейту x тең болады 70-ке деп алдық. Олай болса 8-ді x-қа көбейтеміз және 150-ден 70-ті азайтатын болсақ, 8 көбейту x тең болады 80-ге. X-ті табу үшін 80-ді 8-ге бөлеміз, сонда x тең болады 10 килограммға. Жауабы бір жәшікте 10 килограмм көкөніс бар екен. Бесінші тапсырма. Өрнектердің мәнін тап. А нұсқасы бойынша 700.700 азайту 6054 көбейту жақша ішіндегі 47923 азайту 47884-тен және одан азайтуымыз қажет 65548-ді. Бұл есептің жауабы 399.046-ға тең болады. Ә нұсқасында жақша ішінде 14084 бөлу 28 азайту 23, жақша сыртында азайту 27, 120 бөлу 60 азайту. Бұл есептің мәні 451-ге тең болады. Б нұсқасы бойынша жақша ішінде 10 квадрат қосу 11 квадрат қосу 12 квадрат және бөлу 73 қосу 895. Бұл есептің жауабы 900-ге тең болады. В нұсқасы бойынша 2555 бөлу жақша ішінде 13 квадрат қосу 14 квадрат және жақша сыртында қосу 35-ке. Бұл есептің мәні 42-ге тең болады. Келесі 6-шы тапсырма. Теңдеулерді шеш. 32 көбейту b азайту 59 тең 453-ке. 32 көбейту b деп алып, 453-ке қосамыз 59-ды. Сонда 32 көбейту b тең болады 512-ке. Енді бұл жерде b-ны табу үшін 512-ні 32-ке бөлеміз. Сонда b тең болады 16-ға. Енді тексереміз орнына қойып, 32 көбейту 16 азайту 59 тең болады 453-ке. 453 тең болады 453-ке. 398 қосу 4907 бөлу к тең 405-ке. Бұл жерде дәл осылай алып, 4907-ні к-ға бөлеміз және 405-тен 398-ді алатын болсақ, 4907 бөлу к тең болады 7-ге. К-ны табу үшін 4907-ні 7-ге бөлеміз. Сонда к тең болады 701-ге. Орнына қойып тексереміз. 398 қосу 4907 бөлу к тең болады 405-ке. 405 тең болады 405-ке. Келесі 7-ші тапсырма. Тапсырманы орында. Шеңбердің қандай бөлігі боялған, жаз, қандай бөлігі боялмаған. Тиісті өлшеу жұмыстарын жүргіз. Дәптеріңе өлшемі осындай шеңбер сыз деген екен. Олай болса дәптерге дәл осындай шеңберді сызып көрсететін боламыз. 3-тен 8 бөлігі боялған, 5-тен 8 бөлігі боялмаған. Келесі 8-ші тапсырма. 9 литрлік және 5 литрлік екі шелектің көмегімен 3 литр суды қалай өлшеу алуға болады. Бұл жерде бізге 9 литрлік шелек берілген және 5 литрлік шелек. Енді біз 3 литрлік суды өлшеп алуымыз қажет. Ол үшін бірінші мен 9 литр суды толтырып аламын және ол 9 литр болады, ал 5 литрда 0 болады, яғни оған ешқандай ештеңе құймаймыз. Екіншісінде 9 литрлік суды тағы да шелекті толтырып аламын. Одағы 5 литрін 5 литрлік шелекке құямын, сонда 9 литрлік шелекте 4 литр қалады. Үшінші амалында 9 литрлік шелекте 4 литр суым қала береді, ал 5 литрлікте 0 болады. Төртінші амалында 9 литрлік шелегімде бос болады. Одағы 4 литр суды мен 5 литрлік шелекке құйып жіберетін боламын. Бесінші амалында 9 литрлік суым толы болады және 5 литрлік шелекте 4 литр су бар болады. Алтыншы нұсқасында 9 литрлік шелекте бізде 8 литр су болады, ал 5 литрлікке оның 5 литрін құйып жіберетін боламыз. Жетінші амалында қайтадан сол 8 литрлік суымыз өз ыдысында қала береді, ал 5 литрлік ыдысымыз бос болады. 8-ші амалында осы 8 литрдің 3 литрін
қалдырамыз және 5 литрін 5 литрлікқа құйып тастайтын боламыз. Осылайша 3 литрлік суды өлшеп алған болатынбыз. 9-шы тапсырма есепті шығар. Ғарыш айлаққа апаратын 1200 метр тас жолға жөндеу жұмысын жүргізу керек. Жолдың 4-3 бөлігі жөнделген, енді қанша метр жолды жөндеу қажет? Шешуі деп алып 1200-ді 4-ке бөлеміз. Сосын оны шыққан санды 3-ке көбейтсек 900 метр болады. Енді 1200-ден 900-ді алып тастайтын болсақ 300 метр қалады. Жауабы 300 метр жолды жөндеу қажет. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар. Міндетті түрде арнаға тіркеліп, комментарий бөліміне комментарийларыңызды жаза кетіңіздер.